Урматтуу достор, биз силерге кайрадан аралаш унааларды көрсөтүүнү тартуулайбыз. Бул жерде биринчи Mercedes Benz эшканы көрсөтөбүз. 320 японец. Бул унаа срочно сатылат экен. Жылы 94-жылы чыгарылган. Объем 3.2, абалы жакшы, баасы $5800. Бул эскертип кетсек, бул жерде дагы бир диска дагы сатылат экен. Экөө кошула 15 000 сом экен. 205 55, 16 размерде. Комплект. Номерин жакшылап көрүп алыңыздар. Бул унаада автозавод дагы бар экен. Биз мунун жанында бир жакшы астында кошумча юбкалар менен турган жакшы дискалардын бирөөсүндө турган Honda Accord'ду дагы көрсөтүп коебуз силерге. Honda Accord. Бул Accord 2005-жылы чыгарылган. Объем 2, состояниясы отличное. Бул унаа дагы срочно сатылат экен. Баасы $5999 экен. Бул жерде Honda Jazz'ды көрсөтөбүз. 2003-жылы чыгарылган, объем 1.3. Үстүндө багажник дагы бар экен. $5200 сурап жатат экен, көрүңүздөр. Honda Jazz. Бул жерде өтө комплектация бар кооздуу жасалган бир Honda Step Wagon Spada көрсөтөбүз. Өтө жакшы бар жогу жасалган жакшы готовый степ десек болот. Ушуну көрсөтөбүз силерге. 2003-жылы чыгарылган, 177 000 км жүргөн. Коробкасы автомат, объем 2.4. Бул жерде кошумча маалыматтарды көрүп алсаңыздар болот. Зимняя резина, алюминий диски, 16 размерде, электропакет, двери, боковые, крышка багажника, бүт баары бар деп жазылып турат. Баасы келишимдүү. Артында юбкалар дагы бар. Эки жанында дагы, алдында дагы. Кызыккандар болсо чалып сүйлөшүп көрүңүздөр. Бул жерде Levy Honda Accord көрсөтөбүз. 2004-жылы чыгарылган, объем 2, 9-10 расход кылат деп жазыптыр. Көрүңүздөр, баасы келишимдүү. Коробкасы автомат. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле. Бир жеринде уруган, чыйган жерлери жок. Обалы жакшы. Кызыккандар болсо чалып сүйлөшүп көрүңүздөр. Бул жерде болсо Lexus Ace 200 турат. 2002-жылы чыгарылган, объем 2. Бул унаада кошумча газ дагы бар экен.
срочно сатылады екен, $4500. Мына көріңіздер, Toyota Alteza'ның сол рулды Lexus деп аталады. Бұл жерде газды алып қойылыншы жері бар екен. Бұл жерде осы ақ түстегі Honda Fit тұрады. Шыны көрсетіп қойып, сіздерге 175.000 км жүрген 2006 жылы шығарған рестайлинг, объем 1.3, сеанып, сейл пакет, бүт бары бар деп жазып тұрады. Автозаводтағы бар екен, без вложения, басы $5000. 48 көрі. Окончательно басы $4800 береді екен. Мұнан енесі менің жанымда. Ақырғы басыны өзі деле айтты, 4800-ге берем деп. Ол жерде титан дискада екен. Көріңіздер. Мына көріңіздер, 2006 жылы шығарылған рестайлинг Honda Fit. Мына көріңіздер, біз кейінгі мұнаны көрсетеміз. Бұл жерден осы Subaru Outback'ті көрсетеміз. 2006 жылы шығарылған, объем 2.5. Состояниясы жақсы. Отличный деп жазылып тұрады. Басы $7500. Бұл жерде ақ түстегі Toyota Alteza'ны көрсетеміз. 2003 жылы шығарылған, объем 2. Коробкасы автомат. 195.000 км жүрген, басы $4900. Қызыққандар болса чалып сөйлесіп көріңіздер. Біз дальше сіздерге басқа мұналарды көрсетуіне әрекет қыламыз. Honda Stream'ді көрсетелі, 2003 жылы шығарылған, объем 2, кожаный салон, басы $3800. Көріңіздер, бұл жақта Honda Step Wagon Spada, под Spada тұрады. 2004 жылы шығарылған, объем 2, $6300 сұрап жатады екен. Көріңіздер, телефон нөмірін сіздерге көрсетіп қоямыз қазір. Бұның жанында қара түстегі Honda Odyssey тұрады. Оны да сіздерге көрсетіп қоямыз қазір. Honda Odyssey Absolute 2002 жылы шығарылған, объем 2, басы $4900. Ал эми бұның жанында да бір қоздуу, жақсы бір тұрған астына қосымша юбкалармен тұрған Step Wagon Spada'ны көрсетіп қоямын сіздерге. Баклажан цветтегі, состояниясы обалы сөз жоқ, жақсы сақталған өшет бұлына. Бұл ұнаны енді сіздерге бұл жерден толық мәлімет берелі. Пробегі 190 км жүрген, 2003 жылы шығарылған, объем 2, басы $7600. Көріңіздер,
Біз бұл жақта болса сіздерге оқшош болмасын biraz аралаштырып тарталы. Бұл жерде Toyota Wish 2003 жылы шығарылған, объем 1.8 коробкасы автомат, $5250. Есі içinde ұқтап отыр. Toyota Wish. Көрдіңіздер. Toyota Wish. Әлем бұл жерде қатар болып, 3 қатар Toyota Illusion деген ұнаменен, Honda Illusion деген ұнаменен, Honda Step Wagon 5-ші кузовындағы сол рулду ұналар тұрады. Шуларды сіздерге көрсетіп қоялы. Сол рулдуларға қызықсаңыздар, чалып, бағырлашып, сұрап көресіздер. Бұл ұна азыр сіздерге көрсетеміз 2009 жылы шығарылған, объем 2, басы келісімді. Артында қарасаңыздар, жақсы. Бұл жерде болса Honda Elysion деген ұна тұрады. 2007 жылы шығарылған, объем 3. Бұл ұна басы келісімді. Телефон нөмірін жазылыңыздар. $8200 сұрап жатады екен. Өңістер, сіздерге бір жақшы өзіңіздер айтқандай біраз арзанырақ құналар болса, тартып бергілі деген болшысыздар. Сол арзанырақ құналарды көрсетелі. Каналда анонслай тұрыңыздар. Кейінгі видеоны көргенге даяр болып тұрыңыздар. Біз кейінгі видеода баға тартылаймыз.